Достық тақырыбы екінші бөлім. Мен ойлаймынша, достар деген ол шын достар, олардың арасында ақша жүреді. Адам қандай негізі ақша бір кезде білінеді. Егер сол кезде адам білінбесе, міне нағыз дос. Менің айналамда солай бір достар бар. Енді сауда жасайды, өзара жұмыс істейді, бизнес жасайды. Бірақ солардың достықтарына қызыған, бір-біріне сіз біз десіп, артық кетпейді, сыйлап тұрады. Міне шын достар осындай болады. Баяғыда мен есіме түсті, университет кезінде біз бірнеше дос болдық. КВН ойнаймыз, концерттер ұйымдастырамыз. Сол кезде арамызда сондай бір қарым-қатынас болатын. Бір-бірімізге балағат сөздер айта береміз, кейде тіпті қол жұмсап төбелесіп қаламыз. Сондай бір кикілжіңнің үстінде Ғани деген досымыз айтты: біз неге бір-бірімізге осылай қатты сөз сөйлейміз деп. Сосын мен айттым, мен ештеңе етпейді, доспыз ғой, бір-біріміздің сөзімізді көтереміз ғой деп едім. Сонда Ғани айтты: жоқ деді, негізі достар деді, керісінше бір-біріне қатты сөйлемеу керек, балағаттамау керек, төбелеспеу керек, бір-бірін сыйлау керек, бір-бірін құрмет тұту керек. Біз туысқан сияқты жақын адамдарымыз ғой деп айтқан еді. Сол кезде маған дың етіп тиді. Абайдың бір сөзі бар ғой, бір жерде бірге жүрсең басын қосып, біріңнің сөзін тыңда, бірің тосып, бір-біріңді ғизат құрмет қылғын, тұрғандай бейне қорқып, жаның шошып дейді. Нағыз достық осындай болса керек.